Армысыздар, бір ата-анадан туылып тәрбиеленген бауырлар неге кектеседі? Сондай-ақ ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан құрбан айт ұлттық дәстүрімізге қатысты көзқарастар неге өзгерді? Осы және өзге де сұрақтар бойынша бүгін жауап іздейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Менің бүгінгі қонағым Гүлзияш ханым. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Рахмет, өте керемет. Шақырғандарыңызға рахмет. Қайта көргеніме қуаныштымын. Енді өзіңіз көріп жатқандай өткендегі сұхбаттан кейін көпшілік сізді қайта көргісі келді, естігісі келді, ақпаратқа толықтай қанбай қалдық деген секілді пікірлер жазыпты. Сол себепті бұйыртса қайта кездесіп отырмыз. Мүмкін тағы кездесерміз, өйткені береріңіз таусылмаса, әрине кездесерміз. Жалпы жаңағы сұрақ, неге бауырлардың арасында кектесу бар? Бұл карма ма? Сіздің субъективті пікіріңіз қалай? Психолог ретінде, рухани ұстаз ретінде? Жақсы, өте тамаша сұрақ. Қазір белең алып жатқан сұрақ. Маған да терапияға келгенде осы екі бауырдың арасында мұраға қатысты, ақшаға қатысты, билікке қатысты бәсекенің салдарынан көп жағдайда дау-дамай болып жатады. Бірақ та бір анадан тудық қой, бұның арты қалай болады, мен кешіре алмаймын, қабылдай алмаймын, бірақ мен қабылдауым керек пе, мен қабылдағым келіп тұрған жоқ дегенде әртүрлі сұрақтармен келіп жататыны бар. Енді бұл тақырып аясында мен бір ғана психологиялық тұрғысынан жауап бергім келіп тұрған жоқ. Бір қыр-сырын жан-жақта жауап беріп көрейін. Психологиялық тұрғысынан айтатын болсақ, бұл бала кезден екі бауырдың ата-ананың сезімдерін, назарын бөліспеуден болады. Үйде жаңағы сүйікті бала рөлін ойнайтын бала болады, ақылды бала рөлін ойнайтын бала болады, және үйде тәртіпті, болмаса бұзықтау баланың рөлін ойнайтындар болады. Өйткені бұған үйрететін ата-ананың өзі осы бала бұзық, осы бала тентек деп өздері баға береді. Соның ішіндегі бір өзіне сүйкімдісін, ақылдысын, өзіне жанына жақын тартқаннан кейін бұл өсе келе ішкі күреске айналып кетеді. Ішкі күреске айналып кеткеннен кейін өсе келе мен анамның сүйіктісі болғамын, болмаса мен әжемнің сүйіктісі болғамын деген секілді бір ішкі қақтығыс, бір бөтен адамдар секілді жаңағы қақтығысқа әкеліп соғады. Бұл осы жақтан біз қазаққа тәрбие дейміз ғой, енді бірақ жаңа әженің баласы, атаның баласы деп бөліп жатамыз. Бұл тұста психологиялық жағынан айтатын болсақ, ортақ қарау керек, бірдей қарау керек. Мысалы, кейде, жақында ғана менде осы 2-3 күн болды, терапияда бір қыз бала келді, келіншек 34 жаста, әпкесімен қарым-қатынасы дұрыс емес. Соңғы 7 жылдан бері әбден шиеленіс өте көп болып кеткен, бірақ туған әпкем ортақ тойлар болады, ортақ жиындар болады, кездеспесек амал жоқ. Кейде сол бар кезде мен барғым келмейді, болмаса ол менен қашады. Бір келіспеушілік болған кездерінде бұл неге осылай, бірақ біз бір анадан тудық қой, аналары тірі, жаңа анасы екеуінің екі жағында жүр, сен тату болсаңшы, сен тату болсаңшы. Бірақ екі ортада анасы шаршап кеткен, екеуін татуластыра алмай, анасына оңай емес қой, батады ғой. Бірақ әпкелі сіңілі ретінде осындай жағдай туындаған. Сонда балалық шақтан таптық. Біз 6 жасында мамасы жаңағы әпкесі сүйікті баланың рөлін ойнаған, үнемі тойға, жиынға, болмаса бір базарға алып кеткен кезде әпкесін алып кететін болғанда, бұл кішкентайды қалдырып кететін болған. Сен қал, кішкентайсың деген секілді. Содан кейін әпкесі үнемі жаңағы міне менде керемет киім алып берді маған, міне мен тәттісін жедім, ең күштісін жедім дегеннен кейін балада кішкентай 6 жаста ғой, қыз балада іштей ашулану, кекшілдік, көре алмаушылық, бөліну. Бұл жерде мен мама, сол 6 жастағы баланың психологиясы бойынша мені ұнатпайды, мені жақтырмайды, мен бұл жерде керек емеспін. Жаңағы бала кезде айтылатын көп жағдайда, енді сондай жағдайларда мен асырап алған шығарсыңдар, мені болмаса жаңағы басқа туыстардан алып алған шығарсыңдар деген секілді, яғни бейсаналы өзін кішкентайдан бөліп тастайды. Керек емес санайды. Бұл бірден бір себеп, бұл көп себептер бар психологияда. Енді базовый бірден бір себебі осы болып саналады. Және егер отбасылық жүйеден айтатын болсақ, отбасылық жүйеден қарайтын болсақ, әкесі үлкен баласын бөліп алатын болса, анасы кішкентай баланы бөліп алатын болса, екі баладағы көзқарас
мына кішкентайы мамасының көзқарасымен шешім шығарады, баласы, үлкен баласы әкесінің көзқарасымен шешім шығарады. Осы іштей жаңағы көзқарас күресі басталады. Біз бауырымыз деген көзқараста емес, іштей жаңағы бұл мамасының көзқарасымен қарайды әлемге. Мысалы мамасының енесі ұнатпайтын болса, атасы жақтырмайтын болса, қайын жұрт жақтырмайтын болса, бұл да балада іштей мамасына жақ қой. Мамасына жақ болғаннан кейін бұл жаңағы тоже мамасының көзқарасы бойынша ұнатпайды. Сонда автоматты түрде кімнің баласы соның программасын жазып алады. Сол үшін де жаңағы біз енді бұл қалай десем екен, кереғар дүниеде айтуға болмайды, сен бәрі ортақ деп айту керек та, сен папаңдікісің, сен мамаңдікісің, сен бар әжеңдікісің, сен атаңдікісің деп бөлуге болмайды. Бұлар бір жатырда туғаннан кейін сендер бауырсыңдар деген психология болу керек. Мысалы бірдей зат алып беру, бірдей алып баратын жерге алып бару, болмаса алып бармайтын болса келісу деген секілді. Ал керісінше бізде кішкентай болғаннан кейін қашады. Жаңағы ала қашады да, болмаса кішкентай көріп қалмасын, тығыла тұрсыншы, біз барып өтіп кетейік деген. Ал бала кішкентай ғой, бұл бала бәрібір памятінде қалып қалады. Жақында мен деп терапияда жатырда жатқан 3 айлық баланың мамам мені аборт жасап алдыртайын деп жатыр деген қорқынышы оянды. Біз ойлаймыз бала ол түк білмейді деп. Жоқ, бала жатырда жатып та памяті өте мықты дамиды. Ал жаңағы терапия жасау барысында олар бейсана айтып береді. Мен осындай болған, осындай жағдай болған деп бәрін айтып береді. Сонда қазіргі жасында айтады да, мен оны қалай есіме түсіріп жатырмын. Ол бәрі өтіп кетті ғой, болды ғой. Сонда маған әсер етіп тұрған осы ма не деп таң қалады өздері. Сонда сөзіңізді бөліп бала жатырға біткеннен сана пайда бола ма? 4 апталығынан бастап. 4 апталығынан бастап жан кіреді денеге, жан кіреді 4 апталығынан бастап ақырындап нейрондар түзіле бастайды. Енді бұл көбінесе енді гинеколог медик кісілерге қатысты, бірақ мен психолог ретінде мен қысқа нұсқа айтатыным осы 4 апталығынан бастап әрі қарай дами бастайды. Мысалы мына еврей халқын, енді мен 2023 еврей халқын неге ақылды деп зерттедім, жай зерттеу барысында мен бұлар неге ақылды, бұлар әлемнің 80%-ын байлығын, өз билігін қолында ұстап отыр дейді ғой, бұлар қалай ақылды деп солай зерттеу жасағанымда мен олардың спикерлерінен мындай ақпарат таптым. Олар әуелі тіпті бала бітірмес бұрын 6 ай бұрын дайындалады екен. 6 ай бұрын ішіп жеміне, өйткені енді оны дінде шәуіт дейді, гинекологияда сперматозоид арқылы сол бір штук сперматозоидтың өзі 75 триллион ақпаратты өзімен бірге алып кетеді екен әкенің белінен. 30% анаға байланысты, 70% әкеге байланысты екен. Сонда қазақта айтады ғой, не ексең соны орасың. Бізде жаңағы сен ұл тумадың деп жатады, ол тікелей әйелге байланысты емес. Болмаса сен неге қыз тумадың деп кінәлап жатады, жалпы неге бала тумадың деп кінәлап жатады. Бұл жалпы 70% әкеге байланысты болғаннан кейін әке өзін зерттеу керек. Ішіп жемін сапасына зерттеу керек, тағамдарды зерттеу керек, және кортизол гормондары, мелатонин гормондары, жалпы гормондар түзілуін зерттеу керек. Осында ғана 6 ай барысында ғана олар дайындық барысында бала бітті-ау дегеннен бастап уже ана әйел королева ғой. Яғни келін болсын, ол әйелі болсын, королева қарайды. Әрбір жаңағы дыбыс, әдемі музыкалардың да табиғатта жүр, не жегің келеді, кітапке, білімге көңіл бөлу, өйткені ұрпақ келетінін әркім жауапкершілікпен қарайды да. Сосын екен олар жаңағы туа сала жаңағы өзінің жас ерекшелігіне сай нелерді беру, ойындарды, кітаптарды беру, дамыту. Ал бізде енді стримде, әлеуметтік желіде айтып жатамыз, және қайталайын басқа көрермендер үшін, біз мемлекет берген әлеумет не бар ғой, пособия деп жатамыз, соның ішінде баланың да үлесі бар ғой. Бірақ өкінішке орай одан көп ата-аналар өзінің кредиті, енді түсінемін ғой, бірақ жаңағы басқа жағдайларға жұмсайды да, бала осы жерде даму процесі, ойын ойнау процесі, өзіне қалаулары орындалу процесі жұмсалмайды. Осы кезде ақысы деген бар. Баланың ақысына кіреді, тікелей өзінің баласының ақысына кіреді. Бала ақысына кіргеннен кейін, ол өскеннен кейін ол ақыны сұрайды.
тікелей сұрай алмайды. Мгм. Бейсаналы лудаман, игроман, яғни медициналық жағынан жүгіру, яғни бәрібір сен сол ақшаны шығарасың. Органдарға жүгіресің, жаңағы милицияға, болмаса тағы да өтініш, пожалуйста, босат баламды, кінәсі жоқ дегендей. Бұл осындай жағдайда жай ғана сұрау керек, осы жерде мен ақысын жеп қойған жоқпын ба? Өйткені баланың ақысын беру керек. Егер мысалы егер қымбат бір қолжетімсіз болып жатса, балам жарайды, мен алып беремін, оған маған уақыт бер, болмаса менің осайда ол туралы планым жоқ еді деген секілді, жоқ, айтпа деп жаңа кері itергеннен гөрі, жарайды, алып беремін болашақта, бірақ маған 2 ай уақыт бер, болмаса 3 ай уақыт бер деген секілді келісім арқылы баланың бәрібір ақысын беру керек. Ал жас ерекшелігіне сай 2+3+ ертегілер, сондайларды балаларға алып беру керек. Мысалы менің қызым да ұлым да өсіп келе жатыр, мама мен мынаны алғым келеді деген кезде мен оған жоқ деп айта алмаймын. Түсіндіресіз жағдайға байланысты дегенмен, егер мүмкіндігің бар болып жатса, сол жерде жарайды. Өзің таңда, менің таңдаған бәрібір ұнатпайды, өзім таңдаймын. Қазір әлеуметтік желі жақсы болды ғой, жаңағы мынаны алам, размерін бәрін өзі алып, осыны алам деп алып жатады. Мен құтты болсын деймін, жаңа келіп жатқанда, мама рахмет дейді, болды. Яғни осымен гештальттар жабылады ақырындап. Өзі де мен үйреткен жоқпын, бірақ өзі бір күні бір зат алғанда қызым айтады, -1 гештальт деп. Значит, ол бейсаналы біліп тұр ғой. Бейсаналы бұл өзінің ақысы екенін біліп тұр да. Мен оны үйреткен жоқпын, ол гештальт не екен, өйткені әлі кішкентай. Сонда қыз бала өзі біліп тұр. Енді осы жерде бір сұрақ болып тұр, маңызды сұрақ. Енді қазір жаңа енді ер азаматтан 70%, әйел адамнан 30% деп жатырмыз ғой, балаға әсер ететін жалпы тағдыры, солай қарай айтуға болатын шығар. Енді қазір соңғы жылдары 20-дан деп айтайықшы, 20 жылдан бері қарай неге аурушаң балалар көбейіп кетті диагнозбен? Бұл да именно тікелей ер азаматпен жаңа әйел азаматқа байланысты ма, әлде ол қандай да бір вакцина ма, әлде немесе экология ма, тамаққа байланысты? Бұл біз физикалық денеде біз содан көреміз. Тағамға байланысты, болмаса тағысын деп көреміз. Бірақ ментальды әлемде бізге көзге көрінбейтін ментальды әлемде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тоқтаусыз жұмыстар, рассалар дейміз, оны тәлімгерлер дейміз, періштелер дейміз, рухтар әлемі дейміз. Бұл рухани тақырып болғаннан кейін бірі сенеді, бірі сенбейді. Енді біз сенсек те сенбесек те ол бар. Яғни бұны ол сондай шексіз құдіретті, оны камера ұстай алмайды, оны дәлелдей алмайды, оған дәлелдейтін аппараттар да жоқ. Бірақ мына адамда түйсік деген бар, сезім деген бар, Құдаймен байланысатын сондай бір түйсік бар. Сол шишковидная железа деп айтылады, жеке тұста, сол ашылып кеткен кезде, яғни оянып кеткен кезде адам оны түсінеді, сезеді. Яғни ол бұл әлемде жалғыз емес екенін көре алады. Солардың да жұмысы бар. Бір жағынан мынандай жұмыстар әртүрлі. Олар бір жағынан ол балалар арқылы әйелді оятып жатыр. Өйткені әйел азаматшасы сол бала келу арқылы оянады. Ояну керек. Бізге ояну деген сананы ояну айтады. Сананың 8 деңгейі бар. Соның біз осы күнге дейін 3D матрицада материалдық әлемде жүре бердік қой. Енді бізді санамызды 5D-ға өсіру керек. Соны өсіру үшін жағасы жайлауда 4 құбыласы кейін әйел жасай ма? Оны жасамайды. Ол баланы ауырғаннан кейін ана есікті қағады, мына есікті қағады, психологқа барады, психосоматологқа барады, кімге барғысы келеді, бәріне бір регзиологқа да барады, лишь бы бала жазылса екен. Сөйтіп жүргенде ол өзін таниды. Жоғарғы әлемде мынандай жұмыстар жүріп жатыр. Болашақ оның құрсағына түсетін балалар ақылды, дана, альфа, бета күйіндегі балалар келу үшін ананың өзі ояну керек. Ана ояну керек. Ал егер оянбаған жағдайда түсінік келмеді? Өкінішті, болып жатыр, ондай түсінік келмейтін жағдайлар болып жатыр. Бірақ мына әлеуметтік желіде барлық неше түрлі тақырып бойынша айтып жатыр, оян деп, әркім әртүрлі жағынан жеткізеді. Оянбаған жағдайда қандай болады? Кез келген әлемнен келетін қиындықтар бар ғой, мысалы, бытовой сабақтар, соны көтере алмайды.
көтере алмайды, қиын болады, содан шығу қиын болады, күйзеліске тез түсіп кетеді. Ал жоғарғы әлемде олар мына келесі воплощение дейді ғой, келесі өлшемге рухы түсетін кезде фильтрдан өтетін секілді олардың рухы бармайды, өтпейді. Келесі воплощениеде, келесі өлшемде алдағы 30-50 жылдықта өте қатты өзгерістер болады деп жатырмыз ғой. Ол кезде рухы оянғандардың рухы өтеді. Бұл жерде енді ол жақта да өлшем, бәленбай өлшем ғой. Әркім өзінің өлшеміне байланысты түседі, сол саналық деңгей өлшеміне байланысты. Дегенмен қайта инкарнация болған кезде, демек, жаман өмірге келуі мүмкін, немесе жаман тағдырды арқалап келуі мүмкін, солай ма? Дұрыс па? Жер тазаланып жатқаннан кейін келесі өлшемде ғасыр дейміз, эволюцияда оянбаған санадағы адамдар керек емес оларға. Олар қайтып келмей ма? Олар келмейді. Миссиясын қалай атқармай кетті ғой. Атқармау үшін мынандай жағдай болады қазір. Карманы жабу үшін қиын балалармен, қиын ерекше балалармен келіп жатыр. Сосын мошенниктерге көп алданып жатыр, карма жабу үшін ақшалай жауып жатыр. Сосын денсаулықпен жауып жатыр барлығы, сосын қарым-қатынасымен жауып жатыр. Яғни енесімен қарым-қатынас емес, жолдасымен дұрыс емес қарым-қатынастармен келіп жатыр. Бұлар автоматты түрде сол жерде карма жабылады. Ол сол жерде қаласа да, қаламаса да, біреуге барса да, бармаса да, сол жерде карма есігі жабылады. Өйткені қазір жердің мегагерці бұрын 3D-да болған болса, қазір 5D-ға өсіп бара жатыр. Біз кейде мына әлеуметтік желіде байқайсыз ба, түсіріп алады ғой, инопланеттан ба, бір басқа жұлдыздар көріп қалдым, мына жарқырап тұрған не нәрсе, бір Ақтаудан көрсетіп жатады, Ақтөбеден, Маңғыстау жақтан көрсетіп жатады, мына ерекше жарқырап тұр деген секілді. Олар онысы да бар, бірақ жердің вибрациясы өсіп бара жатқаннан кейін біз оларды параллельно көріп тұрмыз. Біз оған дейін көре алмадық, өйткені жердің вибрациясы төменде тұрды. Жердің өзі емес, вибрациясы ғой, дұрыс па? Әлде жердің өзі де көтеріліп жатыр? Жердің өзі көтеріліп жатқаннан кейін біз оны параллельно көріп жатырмыз. Параллельді әлемде олар бар екені, жаңағы бізге тарелкалар деп жатамыз ғой, біз сондай атау бердік. Мүмкін ол да тіпті тарелка да емес шығар. Біз сонда корабль деп атау беріп жатырмыз. Адам сондай атау береді. Негізі олардың тілінде басқа дүниеді. Ғалымдар бізге түсінікті болу үшін солай түсіндіреді. Бірақ олар өздері сол әлемде өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Былай айтқанда, біз жер бетіндегі адамдар тек қана біз жер бетінде ғана тіршілік болып жатқан жоқ. Басқа да планеталық нелерде, жоғарғы астрал, төменгі астрал әлемдерде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңағы бауырға қатысты не бар ғой, бауырға қатысты сұрағыңыз, сонымен аяқтай кетейін. Енді біз психологиялық несін айттық, көзқарасты айттық, және отбасылық көзқарасты айттық. Енді ата-баба салт-дәстүр көзқарасын айта кетейін. Ата-баба салт-дәстүр көзқарасына біз отбасында құндылықтар береміз. Құндылықтар берілген кезде, мысалы, жаңағы бір мақалдың ішіне сыйдырып өтеді. Осы кезде ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп деген мақалдың төңірегінде балаға түсіндірілмеу, құндылық берілмеу. Бұл сенің қарындасың, бұл жоғары отыру керек, сен ағасың, осы үйдің жаңағы қаласың, осы үйде болмаса, сен төмен түс. Дастарханның басындағы өз орындары, үйдегі сәл кикілжің болып қалады ғой балалардың арасында. Сәл ойыншық үшін, бір орын үшін, төбелес киім үшін, сол кезде жаңағы әділетсіз шешім шығару. Көп жағдайда ата-аналар өзіне сүйкімді деген балаларын тартады да, әділетсіз шешім шығарады. Сенікі дұрыс емес, қойшы сен деп. Сонда мысалы қыз бала жылап қалуы мүмкін. Ондай мысалы терапияма үнемі келеді, жиі келеді. Кезінде менікі дұрыс болып тұрды, дұрыс болып тұрса да мені итерді, мен кетіп қалдым, мен сыртқа шығып кеттім, мен жыладым, әкемді сырт келгенше күттім деген секілді. Сондай әділетсіз шешім шығарды деген өскен бала әлем әділетсіз деп шешеді. Әлем әділетсіз. Ол тек сонда неге сен әлем әділетсіз деп шешесің десек, қазір 53 жасында сұрасам, айналып келіп жаңа 7-8 жасындағы, өйткені маған әділетсіз шешім үнемі шешім шығаратын. Мен қазір әділетсіз шешім шығарамын.
содан етіне сіңіп кеткен. Осындай кезде жаңағы ата салт дәстүр тұрғысынан айтатын болсақ, бұл бауырлардың арасындағы дүние жаңағындай болу керек. Әділетті шешім шығарылу керек, екі ортақ нейтралды ортақ шешім шығарылу керек. Сенікі де дұрыс, сенікі де дұрыс, болмаса сенікі де дұрыс емес, сенікі де дұрыс емес. Сенікі өзіңше дұрыс, сенікі өзіңше дұрыс. Сендер ағайындысыңдар, сендер өте жиі айту керек, сендер бір жатырда өскенсіңдер, сендер бір бауырсыңдар деген секілді. Және келесі несі регрессологиялық жағынан айтатын болсақ, бауырлар неге тектеседі? Регрессологиялық жағынан айтатын болсақ, олар келісіп келген рухтар, келісіп келген жандар. Не үшін келісіп келді? Мойындау үшін бір-бірін, бір-бірін бағаланбады, бағалану үшін, құнсыздандырылды, құнды ету үшін, яғни келісу үшін, бірін-бірін алдыңғы өмірлерінде келісіп еді, енді келісеміз, мен сенің сіңілің болып келем, болмаса сен інің болып келем деп осыны регрессологиялық тұрғысынан қарастыру керек та. Бұл енді жаңағы жоғарыда айтқандай рухани тақырып, бірі сенеді, бірі сенбейді регрессология, бірақ бұл бар нәрсе. Сондықтан да мен терапияда үнемі бірден үземін, осыны бірден регрессология бойынша көргенде сеземін. Сол кез көрем десем көп көремен түсінбейді. Сеземін, сезгеннен кейін мен регрессология бойынша карма жібін үземіз. Өйткені мейірім махаббатпен күшті ары қарай байланысамыз, бірақ екеуміз байланысқанда жаңағыдай не қылмаймын, қатты ашуланып, агрессивті қарамаймын деген секілді. Бағанағы терапиядағы кісі мысалы әпкесімен екеуінің арасындағы регрессологиялық жіпті үзгеннен кейін мен енді кейін байланыста боламыз, ол қалай болдыңыз, не істедіңіз, не жаңалық бар. Өйткені маған керек қой, ол менің мынау жұмыс барысыма, ғылыми жұмысыма керек. Сонда өте жақсы болды. Оны аяп кеттім бір жағынан. Аянышты көзқарас оянып кетті оған. Бұрын аямайтынмын, кекшілденіп тұратынмын. Почему-то соны аяп кеттім деген секілді, сондай неде болады, сезімде оянады. Сонша жыл уақыт өткізіп алғанбыз, әттең жаңағы терапияда жүргізіледі. Апасы жоқтар да жүр ғой, сіңлісі жоқтар да жүр, олар бауыр іздейді. Сендер бар бола тұра жоқ өмір сүріп жатырсыңдар деген секілді, ол мамаларыңа да ауыр деген осындай не жүргізіледі. Терапия жүргізілгеннен кейін ол кісі мен көзқарасым бір сыйлық сыйлағым келіп кетті, оған көзқарасым жылып кетті. Бірінші өзім шаг жасайыншы, одан күтпей ақ қойыншы, әпкем ғой деп бұған дейін күтіп жүрген кісі өзім кішірей салайыншы деген секілді сондай шешім шығарады. Және бұның түбірін қарастыратын болсақ, соңғы бауырлар неге жақсы байланыста емес, түпкі себебін анықтайтын болсақ, қызғаныштың салдарынан, қызғаныштың салдарынан, бағаламаудың салдарынан, құнсыздандырудың салдарынан, реніш өкпенің қалып қалған салдарынан, бөлісе алмау салдарынан, дұрыс рөлдерді өздерінің рөлдеріне сеніп, сол рөлдердің үстінде жүрген салдарынан. Біз бауырымыз ғой деген рөл емес, мен сүйкімдімін, өйткені маған сүйкімдісің деп көп айтатын, сен молодецсің деп, мысалы біреудің көзінше айтамыз, ой молодец, мына бала молодец, бие салады, күшті дейміз, анау бірақ жәутең деп қарап қалады. Біз сәл болмаса да анаған қарап, мені мына балам да молодец деп, оны бір жалғап жіберуіміз керек үтірмен. Ал біз үтір қоймаймыз да, леп белгісінің үшеу қоя саламыз. Менше дегенде, мысалы, ол мен мынаны істедім, мусор төгіп келдім, бүйттім ғой, сөйттім. Бопты, барсашы. Сол кезде мен құнсыздандырмайды, бағаланбайды. Жаңағы бұл мамасына емес, бауырына кекшілдік пайда болады. Бұл өссе, ақырындап жиналып, су тамшы секілді ғой, өскен кезде өзінен өзі анаған деген кекшілдігі, жаңағы ызасы туындап тұрады. Жалпы деме, жаман адам жоқ дейміз ғой. Жаман адам жоқ, тек программасы. Программасы өзгерген кезде, түсініп келіп оянған кезде адамдардың арасында мұндай кикілжің жалпы болмайды, реттеледі. Ал енді бауырлар бірін-бірін түсініспей өмірден өтті. Ол кезде де олар жаңағыдай қайтып келмей ме сонда? Басқа өлшемге кетеді ме? Кешіргені жаңағы сол Құранда мынандай сөз бар. Қандай күйде оянсаң, тура сол күйде менде, қандай күйде өмір сүрсең, тура сол күйде менде оянасың. Яғни өмірінің соңына дейін жібермей, арыздасып,
қиын өтетін болса, андай параллельный әлем деген бар. Былай салып өтетін болсам, қазір көрерменге де түсінікті болу үшін, мындай параллельді әлем бар. Жер мынау қатты физикалық қазір біз өмір сүріп жатқан, бірақ мынау ментальды параллельді копиясы. Бұл көк па аспанда или қалай, немесе нұрлы, светлый. Мынау бір қатты дене, қазір біздің жер беті. Төменгі астралды әлем 3D, 4D, 5D деп өлшенеді. Міне мынандай. Тура міне мынандай. Жердің өзінде, иә? Иә, жердің өзінде. Адамдар 3D матрицада сана деңгейінде өмір сүреді, 4D матрицада сана деңгейінде өмір сүреді, 5D сана деңгейінде өмір сүреді. Жаңағы кектеніп, ашуланған адамдар 3D матрицада. Жерге жақын болды, және ауыр эмоциялар ғой. Терапияда мынандай, терапиядан кейін негізі кез келген адам былай айтады ғой, жеңілденді, рахат, қандай күшті. Ол жеңілдеген сана жеңілденеді, мында ұшады сана. Ал анау больдар, ауырсынулар, олар төмен тартады. Жаңа арқасын мыжып тұрады, бір тас арқалап жүргендей, бір өкпесінде бір қамық тұрғандай, жүрегінде бір тас тұрғандай. Сондай терапияда айтам, алдыңызға қойыңызшы, не нәрсеге ұқсайды десем, тасқа ұқсайды. Түсі қандай десем, қоңыр, қара, иісі бар ма десем, иісі сасық деп. Сондай прям ана эмоциялардың нелері келеді. Кәдімгі түсі, пішіні, образы келеді. Соны тастағанда қандай жеңіл, рахат деп орны бос болып қалады. Орнына міндетті түрде босат, кейбір осы менің нелеріме айтамын, коллегаларым дейміз ғой, әріптестеріме айтамын, бос қалған кезде орнына толтыру керек. Өйткені ол бос орны үңіретіп қойсақ, бұл бостық сезім кетеді әрқарай. Демек, адам ағзасында бос орын болмау керек. Барлығы белгілі бір программамен. Жай ғана ол негативтің орны мейіріммен, махаббатпен толтыруымыз керек. Ал жаңағы сіз сұраған адамдар өмір сүре ма дегеніңіз, иә, олар тура осының копиясы ментальды әлемде болады. Мына жерде оянған кісі сол төменгі астралда оянады. 4D-да оянған кісі сол жерде 4D-да оянады. 5D-да оянған өлген кісі, әуле деңгейінде санада өлген кісі 5D сана деңгейінде астралда әлемде оянады. Жоғары қарай 7 қабат, төмен қарай 7 қабат болады. Сөзіңіз өшіде бөле кетейін. Мәселен, жан кеудеден шықты, ол қандай программа бар осы өмірде өмір сүрген программасымен дәл сол күйінде кетеді екен. Ол программа бәрі қалып қалмайды екен. Мен естігенім солай, дұрыс па? Келісесіз? Жан ұшқанда өзімен арды ғана алып кетеді. Арды алып кетеді. Программа қалама демек? Программада ардың барлығы жоқ, денедегі жұмыс жасайды бұл жерде. Қазақта айтады ғой, арыңды сақта, арыңды таптатпа, арыңды биік ұста, арма қазақ деп жатады, армысың қазақ, яғни ар деген сөздің түбірінде сенің арың биік тұрады. Арыңды кірлетсең, ластатсаң, ол ана жақта сол күйде жауап береді. Осыны дәл осылай естідім. Адам, менің естуім ақпаратым әрине, енді елді мені жазғырып жүрмесін. Әркім мына дүниеде не істеді, сол арына өзі күйеді дейді. Ол арнайы тозақ оты деген тозақ отына біреу барып күйдіріп отырмайды деп естідім. Сіз не айтасыз? Оңашалану дейміз ғой, медитацияда бір кездері сұрақ қойдым, іштей түйсіктен, телепатический языктен сұрақ қойдым. Бізді қорланамыз ба, біз қиналамыз ба, бізді сен жазғырасың ба, сен бізді әдейі жіберіп жатырсың ба сабақтарды, не үшін саған керек ол, саған ойыншық па, адамдардың тағдыры өмірі, ойнаған жақсы көресің, бір үлкен күш бар, жоғарыда ойнап тұрсың ба деген. Айтып отырмын ғой, алдыңғы ол жақта күледі, күлген жақсы көреді, күліп жауап берді, күлкі келді эмоциясы. Мынандай сөзбен жалғастырды. Мысалы деді, сен қайғырсаң, ішіңде қайғырып жатсаң, қайғырып тұрсаң, сенің ішіңде қандай жүрегінен вибрация, тербеліс шығады деді. Қандай тербеліс шығады сенің жүрегіңнен деді. Мен айтамын, ашу, ыза, кек шығып тұрады дедім. Олай болса, бұл деді, айналып жүрегіңнен ашу, ыза шығып тұрса, айналып келіп соның иесі өзің боласың ғой деді. Мысалы сенің жүрегіңнен қуаныш, мейірім, махаббат, қабылдау, мойындау шығып тұрса, айналып келіп сені мойындайтын, сені түсінетін, сені қабылдайтын, сені жақсы көретін адамдарды алып келесің ғой деді. Тура алманың түсіндей деді, сендердің аураларың, алма.
алманы, любой алманы, кез келген алманы ортасынан бөлген кезде былай тұрады ғой, тура сондай сендердің аураларың сондай деді. Яғни ана қазақта былай айтады ғой, қазақ өте күшті ғой, мақалмен айтып тастаған, мақалмен, бірақ ауыз мақалмен жеткізіп тастаған, сөз иесін табады. Яғни вибрация өз иесін табады. Жүрегінен шыққан кез келген тербеліс сенің иеңді табады. Мысалы, бір кісі хит жазып жатса, ол өзіне жазып жатыр, айналып келіп өзіне кетеді. Сондай хит жазатын тағы да ақпараттар көріп қалады. Сондай хит жазғысы келіп тұрған тағы да сондай адамдар кездеседі. Сондай мүмкіндіктерді іздеп жүреді. Бірақ ол кінәлі деген сөз емес, жай ғана жүрегінің тербелісі сондай. Сонда Алла тағаладан маған мынандай инсайт дейміз ба, түсінік келді. Олай болатын болса, сенен шыққан вибрация айналып келіп өзіңді кінәлап жатса, өзіңді кінәлі сезінсең, сені кінәлайтын адамдар кездессе, сен өзіңді кінәлі сезінсең, сені кінәлайтын мүмкіндіктер кездесіп жатса, мұнда мен сені кінәлап жатырмын ба? Деді. Айтам, жоқ. Мұнда кімді кім кінәлап жатыр? Шайтан ба? Жоқ. Кім? Сендер өздерің. Сендердің жүректерінен мейірім шықса, шайтан айтты дегендей, өздерін адамдарға ең қауіпсіз адамдар өздері бәрін білдіріп, мені бізден көреді дегендей. Перехитри дьявола кітабында да сөйтіп жазады. Дьявол бәрін өздері білдіріп алып, менен көреді. Оларға выгодно менен көру дейді. Сонда неге біреуден көру? Бәріне выгодно, өйткені бізде қанда бар. Қайда? Жыртық состояниесі жалпы бізде. Жалпы ДНК-да бар. Адамзаттың қанында бар. Өйткені адам ата мен Хауа ана жұмақта тұрған кезде, адам Хауа ана мына алманы же деген кезде, адам ата жеген кезде, мен ұзақ өмір сүргім келеді, сен де ұзақ өмір сүрген қалаймын деді де, сонда ананың сұлулығы, енді әйел бәрі айтқан істетеді ғой. Осы жерде де ДНК-да бар, біздің әйелдің айтқанымен жаңа ер азамат тыңдайтыны бір құлағы. Соның құлағымен жаңа біліп тұрса да жеді, тыңдап жеді. Сол кезде Құдайдан уахи түсті ғой, неге жедіңдер? Мен запрет жасадым ғой, мынау. Жемеңдер деп. Тыйым салдым ғой, неге жесіңдер? Сол кезде адам айтты. Мынау ғой деді. Мен емес деді. Осыдан бастап бізде ДНК-да біреуден көру бар. Өз мойнында жауапкершілікті алмау бар. Сонда кейін 300 жылдан кейін жерге түсіргеннен кейін, оқиғасы өте көп, кейін адам ата кешірім сұрап, содан кейін білді ғой қателігін. Әбіл Хабіл шеш пайғамбар тарау керек болды. Бойында күнә тұр, біреуден көру. Уже басталды. Ең бірінші ДНК-ға түскен күнә, яғни күнә дейміз, қателік, біреуден көру. Сонда адам ата мен емес, жегізген. Мен жей салдым. Сонда таңдау болды ғой, жемесе де болады ғой. Бірақ соны әдейілеп жегізген секілді сондай Хауанадан көре салды. Және қазірде ер азаматтардың жаңағы әйелден көруі болмаса, жалпы әйелдердің де қанында бар ғой, ол әке жақтан келеді ғой. Үкіметтен, мемлекеттен, енеден, басқадан көруі, баладан, өзінен көрмейді, өзі күшті, бәрі керемет. Енді бұл кінәлау сезімінен арылу үшін жалпы осы кінәлау сезімнен арылу мүмкін ба енді, әлде ДНК-да кетті, арналмаймыз ба? Жаңағы тиынның орел и решка деген екі жағы бар секілді, күнә сезімін мүлде алып тастай алмаймыз. Өйткені Құдай айтады, ол о бастан мен жаратқаннан тұр ғой, сендер мүлдем алып тастай алмайсыңдар. Бірақ мынау кінәлі сезінетінің алдында таңдау тұрады, бер жағында. Таңдау тұрады, сол кезде мына таңдаудан сұраймыз. Мен қазір кінәлап тұрмын ба? Осы сұрақты өзіме қойсам, менде күнә сезімі бар. Бірақ бұл кінәлі сезім, кінәлай беру менде проценті, Паретто заңы бойынша 80-20 көбірек па, 80 ба? Және тек қана мен мынағаны кісіні кінәлайын ба? Менде кінәлау көп па? Онда мен өзіме сұрайын. Неге мен кінәлі сезінем, болмаса неге мен кінәлаймын? Айналып келгенде айнаны алдыңа қойғанда сен өзіңді көресің. Ал өзіңізді көресіз, ал айнаға қараған өзіңіз, значит, кінә сізде бар. Сізді неге кінә менде бар деп өзіме сұрасам, мені кезінде кінәлаған. Мысалы, бірдеңе төгіліп кетті, өртеніп кетті, бұзылып кетті, таяқ жеген, болмаса дене 95% ғой, мынау 5%. Мынау сезет, мынау жылаған, мынау қайғырған, мынау қорыққан, мынау қашқан, мынау тырысқан, мынау жібермейді. Демек денеде 80% дедіңіз ба? 80% программа денеде жазылады, иә? 20% ғана санада. Санадан сұраймыз да,
сен ойды қайдан аласың? 70-80 мың ой келеді ғой күнде. Оны тоқтап өрбітуде адамның таңдауында негізі ойдан көре салады, осындай ой келді ғой деп. Мына Кембридж университетінде қылмыс жасаған кісілерді екіге бөліп ғалымдар зерттеген, қысқа нұсқа айта кетейін. Сол кезде айтады, сендер осы қылмысты жасау барысында бір күнде шешім шығардыңдар ма дегенде, 100% қылмыс жасаған кісілердің барлығында сол программаға дайындалып, бейсанасы дайындалып жүрген бала кезден бастап. Бауырын өлтіргісі келген, тұншықтырғысы келген, кішкентайда болады ғой, жаңа қызғанып, жаңадан туылған сәбиді қызғанып өлтіргісі келу, суға батырғысы келу, кішкентайдан ақырындап тамшы болып жинала бергеннен. Және қазіргі ойындарды балаларға ойнатуға болмайды деп айтамыз. Неге ойнатуға болмайды? Өйткені баланың ішінде бейсаналы күрес дым емес болып кетеді, жаңа пышақты ора салу, физикалық денеде дым емес болып кетеді да. Яғни кінәлау сезімі бізде о баста бар, бірақ біз жай ғана таңдау жасаймыз сол жерде. Сол үшін бізге періштелер бас ұрған, бас иген, өйткені біз таңдай аламыз. Біз көре алмаймыз, шайтаннан көре алмаймыз, болмаса басқадан көре алмаймыз. Қазір әлеуметтік желіде іштегі жынды шығарамын деп, қомақты ақшада енді жаңағы іштегі жынды шығарамын деп сондай жүріп жатыр. Рекламасы дейміз ба қалай. Онда екінші логикалық сұрақ туады. Онда біз білгенімізді істеп, онда жын шығарушыға барып жынымызды шығара бермейміз бе онда? Деген екінші сұрақ, логикалық сұрақ туады. Бұл жерде адам ұлы ғой, адамда ұлы сана бар ғой. Я, рас, іште темекіні шеккізетін жын бар, рас. Іште арақты ішкізетін жынның бары рас. Зинаға апаратын жынның бары рас. Басқа да қылмысқа алып баратын жынның бары рас. Казино, басқа рас. Бірақ жоқ, жалпы ірі үлкен болса бір жын, ол бәрін істетеді. Ал енді Перехитрый дьявол кітабында айтады, мен о баста адаммен бірге туылғанмын дейді. Шығарып жіберу мүмкін емес. Шығарып жіберу мүмкін емес мен дейді. Мына молдалар мен шығарып жүрсін. Жай ғана ұйықтатасың мен дейді. Перехитрый дьявол кітабында айтады, жай ғана мені ұйықтатасың. Гармонияға келесің. Мен дейді, нәпсі ғой, енді оны нәпсі дейміз, эго дейміз, әр ғалым әр жерде әртүрлі. Дінде оны шайтан дейміз. Әр түрлі айтады тілде, бірақ мағынасы бір. Нәпсі о баста біз туылғанда бірге келеді, бізбен бірге келеді. Нәпсіз болмайды, нәпсі болмаса біз әулие болып кетеміз. Бірақ біздің тұсымыз бар, ашуланатын, ызаланатын, істейтін, жасайтын, және біздің жақсы тұсымыз да бар, мейірімді, қайырымды, жаңағы жақсылық жасайтын. Осы екі ортада ұлы сана тұр. Осы екі ортада шишковедение железі желкеде тұр. Третий глаз дейді ғой, үшінші көзі ашық адамдарда осы жерде таңдау тұрады. Көздің жартысы нәпсі, көздің жартысы светлый сторонада. Таңдайсың. Қай тұсын қолданасың өмірдің. Егерде мысалы біз тіпті адамдарға қарағанда да оңбаған, сұмырай десек, біз оның қара жағын айтып тұрмыз. Егерде бұл әппақ жақсы адам, жақсы кісі десек, біз оның ақ жағын айтып тұрмыз. Бірақ ол кісіде сіз білмейтін екі жағы да бар. Ал мына неде кез келген адамда бар. Ал Перехитрый дьявол кітабында жазады, мен кімдерде оянбаймын. Мақсаты бар, жоспары бар, арманы бар, тіршілігі бар, істеп жүрген нақты биік мақсаты бар адамдарда мен оянбаймын, бірақ мен бармын. Иә, мен бармын. Мен алып тастау мүмкін емес. Мен бармын. О баста мен алып тастасаң, Сүлеймен пайғамбардың оқиғасындағыдай жағдай ғой. Мен оны айттым ба? Жаңағы Сүлеймен пайғамбар жынды мен ұстай тұрайыншы деген кезде бәрі әулие деңгейіне түсіп кетпей ма? Сол кезде Алла тағала айтады ғой, Сүлеймен сонда жынды мен қамай алмайды деп ойлайсың ба? Менің құдіретім жетпейді деп ойлайсың ба? Менің құдіретім жетеді бұны қамап тастауға. Бірақ менің шеберлігім сонда, сендерге ұлы сана бердім, ақыл бердім, қайрат бердім. Абай ата айтқандай, таңдау сендерде, қайсысын қолданасыңдар, өздерің білесіңдер. Мысалы базарда отырған кісі егер таразыдан жеймесе, болмаса пара алатын кісі болса, ол өзінің қара тұсын қолданып жатыр. Егер мейірімділік, махаббат, жай шартсыз көмек беріп жатса, ол өзінің ақ тұсын қолданып жатыр. Бірақ егерде біз, сіздің қара тұсыңыз да бар, мен көрмеймін, білмеймін, және менің де қара тұсым бар, сіз мені білмейсіз. Біз қазір ақ тұсымызбен, мына сіздің мына иығыңызбен ақ тұсыңызбен қолданып жатырмыз. Біздің қара тұсымыз да бар. Егер ашуланғанда мен ашулансам, сіз маған агрессия білдіресіз, мен сізге агрессия білдіремін. Қарайсыздар ма, мынау
және бұның да ақ пен қара түсінде өзінің пайдаланатын тұстары бар, және Бар, оның да өзінің бар, көмегі бар ғой. бар, Соны көмегі мүлдем бар. жоққа шығарып, немесе Болмайды. сен бітті үзілді кесілді осындай адамсың деп тастау, ол да енді негізі Болмайды. сананың төмендігі. Мысалы мынандай ғой, реніші бар, ренішті мен де қолданамын. Қай уақытта қолданамын? Өзімнің территориямды қорғайтын кезде, өзімнің шекарамды қорғайтын кезде қолданамын. Кешіріңіз, көркем мінезбен айналайын, кешіріңіз, мынауыңыз болмайды. Ашуды да Иә, неге мынаны тастай, болмаса мусор тастаса есігінің алдына біреу, иә, көршім, неге мынаны тастайсыз, жай ма сіздікі деген секілді. Яғни өзімнің мынау ауыр шекарамды, мен бұндай сөз естуге лайық емеспін деген секілді, маған бұл сөз мен айтпа деген секілді, өзің шекараны қорғау, үйіңнің шекарасын қорғау, жалпы өзіңді қорғау мақсатында, әйтпесе саған бәрі тас лақтырып кетеді, бәрі пайдалану, жаңа қорлау деген болады ғой. Ал сен адамзатсың ғой, ол санасың ғой. Сен о баста таза кейіпте келгенсің, таза кейіпте кетесің. Не сыртқы тазалық болады және ішкі тазалық болады. Оны сыртқы құлшылық дейміз және ішкі құлшылық дейміз. Сыртқы құлшылық деп жаңағы сырт келбетіміз, отырып тұрған жеріміз, машинамыз, офисіміз. Ал ішкі құлшылық біздің жаңағы ой сана. Сананың тазалығы. Сананың тазалығы, лас болу. Кейбір кісілер сыртқы құлшылық орамалда екен, ол сыртқы құлшылығы. Бірақ сондай кісілер өтірік айтады, адамды балағаттайды, болмаса алаяқтыққа барады, болмаса жаңағы баға береді, сынап жатады, өсек айтып жатады. Ал сыртына қарасаң, мынау мұсылман әйел, жаңа мұсылманшылықты ұстанып жүрген орамалдағы әйел екен ғой деп ойлайсың да. Намаз оқу сіз адамның санасының тазалығы деген көрсеткіш емес дейсіз ғой. Иә, намаз оқу, Алла тағала айтады ғой, маған сыртқы құлшылықтарың емес, маған ішкі жүректің вибрациясы, тербеліс, жүректің тербелісі. Егер ол намазда тұрып, ойша подсознательно, бейсаналы мына түсі көп болса, 80-де, қара түсі көп болса, ашуы, ызасы, өкпесі, күйеуіне, басқа, мысалы Ауғанстанда айтайық, 100% намазхандар. 100% намазхандар. Бірақ әйелге медициналық жағдай жасалмайды екен. 9 жастан қыз баланы үйленуге рұқсат беріп қойған. Тұрмысқа шығуға рұқсат беріп қойған. Ал дамыса неге дамымайды? Намазхандар ғой олар. Жаңағы егер тек Алла, Құдай дей беретін болса, оның сыртқы құлшылықтары ғой. Сыртқы қарағанда, киімі бәрі. Ал мысалы мен документальный фильм көремін Ауғанстан туралы, үй тазалығы көп тұрған жоқпын олардан. Және әйелде жылулық болмағаннан кейін ол үйде жылулық болмайды. Ал үйінің ішінде қамалып отырған әйел не сезініп жатыр? Әр адамның шыққысы келеді ғой. Бір торт жасап пісіріп пайдалы болғысы келеді. Адам ғой. Ұнайды бар ғой. Пісіріп бір сатқысы келеді, болмаса бір тоқып сатқысы келеді, бір әлеуметтік желіге хотя бы көрінгісі келеді, сондай ғой. Ал бірақ оны күйеуі, ағасымен жүрмесе базарға кіруге болмайды. Шектеп тастау. Бұл жарайды, ал 100% Ауғанстан жаңағы мықты, жаңағы 5% мықты орындап жүргендер. Дін көп қой қазірдің тармағы. Мәселен, ер азаматтар көбінесе бұл дүниенің рахатын емес, ол дүниеде қор қызымен жолығуға асығады. Расында соларды күтіп тұрған қор қызы бар ма? Қор қызы сол үйінде. Даладан іздеудің керегі жоқ. Барлық намазхандар айтып жатқан жоқ. Кейбір намазхан кісілер бар ондай кісілер. Ішкі құлшылығы да сай, сыртқы құлшылығы да сай, өте керемет. Бірақ кейбір жағдайда сыртқы құлшылығы мен ішкі құлшылығы сәйкес келмейтін адамдар бар. Оны жоққа шығара алмаймыз. Сондай кезде мына қор қызы деп жүргенің, ол сыртта емес, қор қызы дегенің, ол не түрінде айтқан ғой, символический түрінде айтылғанда, ол мысалы қараңыз, логикаға салсақ, мысалы мен ер азамат болайын, ақыры қор қызы маған кездеседі екен ғой деп, физикалық денемде мен ештеңе істемесем, қыз баланы құрметтемесем, қор қызын аңсап жүрсем, өмірімді өткізіп жүрсем, өлгеннен кейін көремін ғой деп, сөйтіп өткізіп жүрсем, барғанда пустой ештеңе жоқ болса, сол Құдай айтады, ана жақта еді ғой сен қор қызың, ана жақта сен батасын алсаң әйелің. Сонда адамның айтады екен, маған бір күн берші, қайттан тірілейінші деп, өкінішін айтады екен. Сұлтанмахмұт Торай қырып, жақсылық көрсем өзіме, жамандық көрсем өзіме деген өлеңінің ең соңғы жолында мынандай бар. Жұмақ іздеген наданның қазіргі күні тозақ дейді. Яғни
қазіргі күнде әйеліне қарамаса, көңіл бөлмесе, қалауларын алып бермесе, жайдары жүрмесе, онда ол мен өлгеннен кейін жұмақ қыз неге барғаннан жұмақтың қызын алам деген болмайды. Алла адамды осы мына өмірге келді, сен ана өмірді қайтатын өміріңді аңса деп берген жоқ қой. Бұл өмірде әркімнің өзінің миссиясы бар. Расында да тозақ бар ма? Жұмақ тозақ бар ма деп сұрағанымда, менің субъективті көзқарасым және маған келген телепатический язык, маған келгендегі сендер тозақта осы жерде жүрсіңдер. Мына жер бетінде жүрсіңдер сендер. Сендердің бойларыңда ашу, ыза, көре алмаушылық, ана кредиттеріңді ойла, ойбай не істеймін деп ана күйу тозақ сезімі. Сендер осында жүрсіңдер тозақта, ана жақта емес. Ол жақта ар ғана келеді маған. Жай ғана не таңдадың? Мына жерде мынаны таңдадым, мына жерде мынаны таңдадым. Әркім өзінің жаңа есеп беру жетілігі, 40-ы, 100-і, асы деген болады ол қазақта. Сол этаптардан өтетін кезде өзі сол жақта этаптар бар өтетін. Жаңа жетілігінде денеден шығатын уақыт, сүйек пен денені ажырайтын уақыттары. 40-на дейін ол есеп беретін уақыт. Ары қарай 100-іне дейін оның дене, сіз мысалы 30-да болсаңыз, 30-ақ жыл дене өмір сүрген 30-ақ жыл, жан ғасырлап өмір сүріп келе жатыр. Сол ғасырлап келе жатқан опытын 100 күндігінде есеп береді. Ал жаңағы бір асы бар ғой, асына дейін ол келесі астралды воплощениеге кім болып түсетіні, ұлты, жынысы таңдалынады. Жиналыс өткізіледі ол жерде, рухтар әлемінде не қылады. Келісім шартқа жүреді. Сен менің сіңілім болып келесің, сен менің әпкем болып келесің, сен менің ағам болып келесің. Оған дейін ол рухтар әлемінде өзінің келетін рухын күтіп тұрады. Мысалы жер бетінде келіспеген болса, енді күту керек қой, придется. Күтеді. Күткенде біздікіндей уақыт емес ол жақта. Басқа уақыт. Ал жаңа атауға келетін болсақ, ол атауды кім берді? Тозақ пен жұмақ деген атауды. О баста адам атаны жаратқан кезде, Алла Тағала адам аты бүйтіп бәрі 18 мың ғаламға, негізі 18 мың деп айтады. 18 мың да емес, одан да шексіз ғой енді. Шексіз ғаламға қарап тұрған кезде адам ата өзі ат қояды. Мына бір ұшып жүргенге қарға деп ат қояйын. Мынаған бір самолет деп ат қояйын. Мынаған тағы да деп тағы ат қояйын. Мынаған қара түс деп ат қояйын. Мынаған көк түс деп ат қояйын деген секілді атаудың барлығын адам ата о баста өзі береді. Неге? Өйткені жерге түскеннен кейін байланыс құралына айналдыру үшін. Мысалы мен мынаны қаламсап деп білемін ғой, әйтпесе кім ана бір таяқты алып берші дей алмаймын ғой. Мысалы біреулер бүйтеді, тәңір жаратқан Алла деп бөледі де, Алла деп айтпашы, арабсың ба деп айтады. Мысалы қара түсті алайық, қара түсті қазақша қара, орысша черный, ағылшынша black. Ал ол үшеуі үш түрлі, бірақ түс өзгерді ме? Түс өзгерген жоқ. Атау ғана өзгерді. Тура солай Алланы да тәңір дейсің ба, жаратқан дейсің ба, всеселенный дейсің ба, энергия дейсің ба, жаңа кісілерге айтып жатырмын, жаңағы тәңір дейсің ба, білмеймін, Всевышний Бог дейсің ба, квантный скачок дейсің ба, кванттық әлем дейсің ба, әркім әртүрлі айтайды. Бірақ ано одно суть, бір нәрсе, бір тылсым, бір энергия, бір күш. Ал мен Алладан телепатически сөйлескенде, сен қайдасың жалпы, қайдасың сен дегенде, сен қайда қарасаң, мен сондамын. Назар қайда болса ол сонда. Фокус қайда, назар қайда, мен сондамын. Сол үшін бізде кредит, ойбай, кредит десек, окей, мен кредитіңдемін, и кредитіңді күшейтеді. Ойбай, ана кісі оңбаған, или мен жаңа сестра, сестрам оңбаған, үнемі сестрасы ойлай берсе, сол ашу ызаны күшейтеді. Егер де мен мейірім, махаббат, молшылық ойласам, аффирмация, визуализация, білмеймін, или там көп назарым, көп фокусым сол жақта болса, соны маған күшейтеді. Яғни назар қайда, мен сондамын. Балаңа қараш, балаңа қай көзбен қарап тұрсың? Мен дәл сондамын. Күшейтемін. Тиын деп алатын болсақ, орел и решка бар. Мына тиынның шайтанында мен дейді. Мына жағда мен. Сендер шайтанмен немене бөлек әлем деп алысып жүрсіңдер. Ол менің екінші жағым ғой. Жай ғана сенде таңдау болды, мені сояқтан айналып келіп жатсың менің. Яғни сен мейірім жағына келсең, сен мейірім жағына келесің. Сен жаман жағын қолдансың, сен жаман жағын қолданасың. Ал енді осы жын деп жатырмыз,
көп адамдар өзінің бойынан сол шыққаннан кейін жақсы болып кетіп жатады ғой, сол жолдары ашылып мәселен. Сенім. Ол қалай? Сенім, бірақ немес оны сол уақытша. сәтте көтеріп кететін қандай күш? Сенімі. Енді мынандай дүние айтайын. Ол кісінің жалпы жын шығаратын кісіге барсын, жалпы бір киелі мекенге барсын, бойында негативті эмоциялары, сезімдері болса, онда былай қараңызшы, логикаға салсақ, мен ашуланайын, ызаланайын, әбден негативке толайын, барамын да, давай сен мені алып таста деп айтайын. Болмаса мен күшті бір мекенге барайын, светлый сондай мекенге барайын, давай мен осы жерге барсам, ол түсіп қалады, алып тастайды мені деп айтайын. Алына ма? Алынбайды. Оны алып тастайтын кім? Сенің проживать еткен мына денең. Мысалы, адамның бойындағы ашу, ыза, негативтер оның оболочкасы дейді ғой, аурасында қалып қалады. Ол жаңа жын шығарушыға барған кезде мыналардың барлығы жойылып кетпейді. Бұлар сол кісінің бойында тұра береді. Бірақ бұл шешімді шығаратын бұл кісі өзі. Неге? Жай ғана ол сезімнің оянуына қай жас, қай жыл себепші болды. Мысалы, мына кісінің бойында мынандай былай келеді, мысалы айтайын, бір 3-4 мысала келтірейін. Бір кісі келеді, менің бойымда дейді, бір мазасыздық бар дейді. Көңілі неге көтере алмаймын дейді. Бірақ вроде бәрі жақсы ғой, менде үйім бар, бала шағам бар, өсіп жатыр. Саяхаттасам да саяхаттап келе аламын, қыдырып келе аламын, қалаған жерімде бара аламын, қалаған затымды ала аламын. Бірақ бір мазасыздық, көңіл күй, көңілсіздік менде бойымда бар, бұл не деп сұрайды. Енді ол кісі айтады, сол осы мазасыздықтың салдарынан мен жаңағы анда бардым, мында бардым, емшіге бардым, қонақшыға бардым деп айтады. Бірақ бұл мазасыздық әлі тұр. Неге дейді? Енді қараңыз, жай ғана денесінен сұрасақ, 95%. Денесінен сұрасақ, денесі айтады. 12 жасыңда есіңде ме? Сені жаңағы неге барғанда, дискотека дейді ол замандарда. Дискотека барған кезде сені бір жігіт тиіскен. Тиіскеннен кейін сен сол жерде жылап, бір мамаңа айтуға қорқып, сен сол жерде жаңағы әпкесін іздеп барған, әпкесін таба алмаған, бірақ сол жерде қорқып жылап қалып қалған. Талдың түбінде жылап, үйіне айтайын десе айта алмайды. Өйткені мамасының көзқарасынан қорқады. Сонда дене айтып тұрды, дене сарт еткізіп бірден жас арқылы шығады, шығарып жібереді. Айта алмай тұрмын, бірақ мен мүмкін емес төзу, мүмкін емес бұл қалай болғаны. Мен расымен де осындай жағдай болды, менің денем осындай эмоция алып қалды, аяғы тырысып қалған. Енді жалпы қоғамға деген көзқарас өзгерген. Сонда ана денен әлі тұр талдың түбінде. Бір бөлігі. Сол жаста қалып қалған. Мынау 50-ден асқан шағы, мен неге көңіл көтере алмаймын дейді. 12 жастағы мына қалып қалған. Мынау барып, мына 12 жаста сен амансың, сенде бәрі жақсы. Сен өтіп кетті. Өтіп кеттің. Бар, мамаңа айт. Терапияда өзі автор болады, бейсанасының өзі режиссері болады. Өзгертуге болады. Өзгерт. Бар, мін машинаға, таксиге, мін үйге бар, мамаңа айт, қорықпа. Мен мамамнан қорқам, есіктің алдында әлі тұрмын дейді. Міне яқта денесі. Әлі тұр, айта алмай тұр. Қорықпа, сен амансың. Айт, шығар ішіңе. Аш есікті. Ашып барып, не алса, мамасымен сөйлесе, мамасы бүйтем, сөйтем, жоқ, мама оған себепші болған, өзімде оны давай кармологиялық энергия бар, біз не қылайық, үзейік, қажет емес деп жаңағы емдегеннен кейін, енді терапия 2 сағат жүреді, сонда барып бірікті. Сонда мына бір бөлігі қалып қалған жоқ. Тура сондай жақында бір кісі келеді. Осы жерден сөзіңізді бөлсем болады ма? Мәселен, біз қазір адамның өзінің әр жаста жаңағы алған эмоциялар шықпай қалған кезде сол уақытта қалып қалады, сол эмоциямен. Енді жан шыққаннан кейін өзінің өліммен өлмеген адамдарды айтайықшы. Өзінің өліммен кеткен жоқ, мәселен, түрлі жол апаты болады, немесе өзіне қол жұмсады. Ал сол кезде жан сол уақытта сол жерде қалып қалады деген қаншалықты рас? Рас. Ол ешқандай өлшемге өтпей ма сонда? Мынандай болады, мысалы, аварияның кезінде ойда жоқта қайтыс болған жан аварияның кезінде сол жерде қысылып қалады. Денесін жақындары алады да, денесін көмеді, мүрденің басына барып жаңағы Құран оқытады. Қазақтың кәдімгі салт дәстүрге сай бәрін жасайды. Бірақ
жан шығып үлгермеген, жаңағы жетілігі бар ғой, 7 күндігі жаңағы еттен жан шықпағаннан кейін періштелер келіп болды, жаңағы смирись дейді ғой, қазақша қалай смирись, келіс, бұл сенің жаның шықты, жоқ бұл жерде, міне жоқ, қара, сен болды тірі немессің, жаңағы тірі емессің деп 7 апта дегенде, әзер дегенде одан алып кетеді. Енді кеше ғана телодан жанды алып кетеді. Менде бір енді әрине есімін айтпаймын, бірақ менде бір кісі болды кеше терапияда, мысалы әкесі этаждан құлатып жіберген, итеріп, ал қызы 7 жастағы қызы өзі үйде күтіп отыр, папам қашан келеді деп. Ал сондай оқиға жағдай болған, оны жұмыс барысында оны 7-ші этажда, жоғарғы этаждан құлатып жіберген. Рухтар әлемінде оны терапия жасасақ, әкесі қысылып тұр, сол екі ортада әлі тұр. Сол неде асфальтта, то асфальтқа түседі, то ана этажға көтеріледі, то асфальтқа түседі, то ана этажға қайтады. Сол маңнан кетпеген, әлі тұр. Бірақ сол жан соңғы сөзі, сол жанның, әкесінің рухымен сөйлесек, мен қызыма баруым керек еді, ол қызым мені күтіп жатыр ғой. Қызыма баруым керек еді, ол қызыма күтіп жатыр ғой мені. Ал енді қызы қазір 60-қа жақындап қалды, маған келген кісі. Мен сол жастан бастап тіреу іздедім. Менің тіреу мен айттым да, енді әкеңіз келіпті, рухымен сөйлесесіз бе? Сөйлеспеймін. Неге сөйлеспейсіз? Өкпеледім, өйткені ол мені тастап кетті. Неге тастап кетті ол мені? Сосын енді айтып жатыр әкесі, мен әндет тастаған жоқпын, алдым, сондай жағдай болды, шақырды, мен барып едім, сенім білдірген адамдарым не жасап лақтырып жіберді. Мен дегеннен кейін барып 60-тан қазіргі физикалық денедегі тәте әзер көнді. Әйтпесе бейсанасында сен мені тастап кеттің, біліп тұрғанмен, сол шақтағы 9-7 жасардағы қыз бала кешіре алмай тұр. Кешіре алмай тұр, сен келмедің маған, уақытында келмедің. Үйімізде мынандай жағдайлар болды, сол жағдайлар болмас еді, егер сен болғанда, біз тірегіміз болғанда болмас еді. Ол жағдайлармен 4 терапиядан өттік. Ол жағдайлар болмас еді, егер сен тірі болғанда ондай басынбас еді, тіреуіміз болатын еді. Жаңағы мен әкем бар дейтін едім. Сен мен әлі күтіп отыр. Сол жастағы қыз әлі күтіп отыр үйінде. Бір бөлігі күтіп отыр. Иә, бір бөлігі күтіп отыр. Енді ол солай қалып қалған жандар қалай, не істеп қалай босатуға болады? Терапияда, рухтар әлемінде терапияға міндетті түрде сол туысқаны немесе бала шағасы келу керек демек, иә, келу керек. Олсыз босамайды. Мысалы, жақында суға кеткен рух суға кетіп бара жатыр. Көз алдында құтқара алмай жатқан ағасы келіп тұр маған терапияға. Көз алдында кетті. Кінәлі сезінеді, 2 жыл жүрген. Мен кінәлімін. Мен құтқара алмадым. Сонда ана кім айтып жатыр? Інісі айтып жатыр, рухы. Мен бәрібір 3 өлімнің біреуін таңдаймын. Мен сөйтіп келісіп келгенмін бұл өмірге. Не жоғарыдан биіктіктен құлап өлем, не мен жаңағы авариядан өлем, или болмаса мен судан өлем. Бірақ мені құтқаруға болатын еді. Сендерге белгі берілді ғой, мал шал деп. Сонда айтады, тірі, я дейді, мал шал деген еді дейді. Түс көрген екен алдында, жаман түс көрген екен, мал шалыну керек еді дейді. Бірақ мән бермеген. Мал шалу арқылы сол ажалды зекет айтады ғой, зекет дейді, сол өзі алып қалатын еді. Зекет па, бір құрбандық па бұл? Құрбандық. Енді осыған қатысты сұрақты орай келіп тұр. Осы жақында ғана құрбан айт болып өтті, сол жерде көптеген не дейміз, коучтар дейміз, түрлі адамдар пікір білдірді. Жалпы құрбан айт бұрынғының ескінің көзі, қазір жұмыс істемейді дейді. Қаншалықты келісесіз? Ибрахим пайғамбардың оқиғасынан бастап осы құрбандық шалу бастау алған себепті, енді ол уақыттарда адамды өзінің баласын шалайын деп жатқанда көктен қошқар түсіріледі ғой, мал шалынады. Енді мал десе, қазақ біздің өзім малды теңеген байлыққа, ақшаға, мал жан аман ба, қораң толы мал болсын деген, яғни ақшаң болсын, байлық болсын деген. Енді ол заманмен қарайтын болсақ, яғни ақшалай да, заттай да сен тек қана малда емес, жаңағы сен шала аласың. Ал дінге қатты берілген фанатизмдер деп айтамыз, болмаса кейбір дінге қатты берілген кісілер сол бағытты ғана алғанда мал құрбанға жаңағы нені шалу керек деп айтады. Малды шалу керек, жаңағы
қой болсын, үлкен қошқар болсын, өзінің белгілері бар, соны шалу керек деп айтады. Бұл дін өкілдері үшін. Шалуға болмайды деп біз ол кісілерге қарсы тұра алмаймыз. Олардың таңдауы сол заманға Ибраһим пайғамбардың оқиғасына сенеді, сол жолмен жүреді олар. Тарихи көзқарастан қарайтын болсақ, тарихи көзқарастан бізде қазақта жалпы көп мемлекеттерде құрбандық шалған. Қалай? Көп мемлекеттерде табиғатпен байланысатын кезде құрбандық шалған. Мысалы, тасаттық деген бар, жаңбырды жаудыру үшін мал шалынатын болған, және екі халықтың ортасын біріктіретін кезде мал шалған. Яғни, мысалы, сонда киноларда байқайсыз ба, қазақ үйге малды кіргізеді де, батаңызды беріңіз дейді ғой. Сол бата берілген малды артқа қарай алып кетеді де, барып асып, етін асып, жаңағы кісінің алдына алып келеді. Яғни екі елдің арасын татуластыру үшін мал шалынады. Және ортақ ас деген бар. 150 жылдық, 200 жылдық деген біз жылдар беріп жатамыз, ас беріп жатамыз. Көкпар ойнатылып, киіз үйлер, бұлардың барлығы ортақ ас болып саналады. Яғни тарихи жолда қарайтын болсақ, біздің қазақ жалпы тек қана қазақ емес, жалпы басқа да ұлттар құрбандық шалған. Малдай ма, заттай ма құрбандық шалған. Ал енді психологиялық жағынан айтайық. Психологиялық жағынан айтатын болсақ, бұл эгодан да жоғары бір күштің бар екенін сезіндіреді. Яғни адам егер де құрбан шалмаса, өзінің жаңағы мен берешекпін деген адамдардан болмайды. Тәкаппарлығы өсіп кетуі мүмкін, көрсе қызарлығы өсіп кетуі мүмкін. Жаңағы адамның эгосын түсіру үшін эгодан да жоғары бір құдіретті күш бар. Яғни сен берушілерден болу керексің. Берушілерден болғанда ғана сен өзіңнің жолыңды ашасың. Яғни байқасаңыз, курстарда көп айтып жатады ғой. Беру керек позициясына өтіңіздер, берушілер позициясына өтіңіздер. Гуманистік көзқараспен қарайтын болсақ, ол адамдар тек қана құрбандық шалу үшін мал емес, басқа да жолдары бар деп шешім шығарады. Қазіргі мысалы жетімге көмектес, ол да құрбандық. Білім алуға әсер ет, үлес қос, ол да құрбандық. Науқастың жағдайына, еміне ақша бер, ол да құрбандық. Мысалы, бір туысқандарыңыздан бір мықты бала бар делік, бірақ ақшасы жоқ, бірақ мықты, білімі күшті. Жай ғана соның білім алып кетуіне, әрі қарай университеті болсын, бір курс болса да төлеп жіберсек, бұл да құрбандық болып саналады. Гуманистік көзқарас үшін. Және мысалы, туыстарыңыздың ішінде біреу қарызынан құтыла алмай жатыр. Мысалы, 1 айлық, 2 айлық шамаңыз келгенше қарызынан құтылуға үлес қоссаңыз, бұл да құрбандық болып саналады. Ал 3D сана деген бар. Ол 3D сана жаңағы төменгі дәрежедегі санада адамдар. Осы орайда жақында бір кісі былай дейді, бір имам кісі былай дейді: сендерді дейді, құрбан шалғанда дейді, малды сойып жібергенде, малды бүйтіп кескілемейсіңдер дейді, бүйтіп шалып жібергенде дейді, лып етіп шыққан қан жерге түскен момент аралығы бар ғой, секунд, какой-то секунд, доля секунд, сол аралықта сенің бүткіл күнәң кешіріп кетеді дейді. Бұл 3D санадағы сенетін адамдар үшін. Ал жалпы неге қарайтын болсақ, психологияға, денеге қарайтын болсақ, онда біз бәріміз негативті эмоцияға кіріп алып, мал шалып арылмадық па? Мысалы, маған терапияға келмей-ақ қойсын, мал шалып арыла бермей ма? Қан түскенше жолып кетеді екен ғой. Бойындағы жаңағы 12 жастағы ситуациялары, 14 жастағы әкесінің зорлаған кешіре алмауы, ағасынан қиындық көруі, шешесінің қинап туысына берген қорлығы, онда осының барлығын кешіру үшін мал шала салсаң кетеді екен ғой. Онда солай істемедік па? Жоқ, бұл біздің 3D санадағы бұған дейін сенген кісі. Яғни бұны жоққа да неге де шығара алмаймыз, жаман деп шығара алмаймыз. Өйткені 2012 жылы қатты өзгеріс болды ғой. Ақырғы уақыт деді ғой. Ақырғы уақыт қатты ақырғы заман деп айтты. Ақырғы уақыт деді. Сол кездегі сана соған сенді. Соған дейінгі уақыт. Ол жаман емес, жақсы дейміз. Жай ғана сол өткелден өтуіміз керек болды. Қазір енді 5D деп жатырмыз. Яғни 5D санадағы адамдар қалай? Олар да жаңа гуманистік көзқараста 5D өлшемдегі адамдар уақытын құрбандық шалады. Қалай десеңіз, ақысын сұрамайды, 2 сағат тегін ақпарат беруі мүмкін. Бұл да құрбандық болып саналады. Мысалы, мұғалім болатын болса, балаларға мемлекеттің бөліп берген несінен
бөлек ақпарат бағдарламасынан бөлек артық ақпарат берсе, бұл да құрбандық болып саналады. Яғни пейді санадағы адамдар үшін тек қана малмен, қанмен өлшенбейді. Басқа да қандай да мүмкіндік бар, қолынан келеді, сонымен ғана өлшенеді. Мынаны енді қараңыз. Енді кеше құрбан айт болды, құрбандық шалылмаған да кісілер бар ғой. Солар іштей өздері түп саналы кінәлі санады. Бере алмадым, значит мені Құдай бүйтетін шығар, значит мен Құдай мынандай қылатын шығар, Құдай мен бүйтетін шығар, Құдай мен сөйтетін шығар деп көрдіңіз ба? Аман қалар екен. Аман қалар ма екен, не болар екен деп жаңағы уже тревоганы алдын ала өздеріне не қылып жатыр. Ал енді бізден жүректен қандай тербеліс шықса, біз соны шақыратын болсақ, біз онда олар кінәлі, өзін кінәлі сезіну, қорқыныш сезімі бізге сонда құрбандық осы үшін керек па? Бұны жоққа да шығара алмаймыз, өйткені осы дәстүрмен келе жатқан қаншама отбасы бар. Салт дәстүр осыған сеніп, осыған иланып, жаңағы осымен өтіп келе жатқан қаншама отбасы бар. Бұл бір жағынан жаңағы былай мынандай мағынаны білдіреді. Жоқ, енді көп балалы аналар бар, жоқ кісілер бар, соларға бір бөлігін беру, яғни сен берушілерден болу, бөлісушілерден болу. Өйткені Алланың 99 есімінің ішінде жомарттық деген бар ғой. Бұл жаман емес, нейтралды, жақсы. Бірақ мынаған сенбеу керек. Төбінде мына нәрсе болмау керек те, жай ғана қан шығарған кезде мен мына малмен Құдаймен шартқа отырамын. Яғни малымды бердім ғой мен саған, мені кешіре салсай сен. Мал бердім ғой мен сен үшін, енді менің жолым ашық шығар деген жай ғана осы нәзік бір көзге көрінбейтін бір сезім бар да. Болмаса тәкаппарлық, мен мал шала аламын, сен мал шалдың ба, мен мал шалдым деген сәл бір тәкаппарлық, бұл осы нәзік әлем. Осыны бұзып алмау керек. Бер көп балалы анаға, даже ол айтқандай тек қана нашар семья деп айтпайды, тіпті бауырыңа да бер, бар болса да бауырыңа бер, мәселе ода емес. Әйтеуір бере бер, оған қатысы жоқ. Ол мынандай Мұса пайғамбардың кезінде мынандай оқиға болады. Мұса пайғамбар қоймайды Құдайдан, маған байлығыңды көрсетші деп. Құдайдан уақи түседі, не қыласың мен байлығымды? Маған байлығыңды көрсетші, байлығыңды көргім келеді. Ана таудың жоғарысына шықты, қара дейді артына. Таудан жоғары шығып қараса, енді қысқа нұсқа айтып жатырмын, ақсақ қой, көзі бір көз шығып кеткен ешкі, мүйізі сынған сиыр, сондай ақсақ тоқсақ арық, өлеңдеп тұрған қыстан аман қалған бір сондай малдар үйіліп жүр екен. Сонда Алла Тағала Мұсаға сұрайды: «Я Алла, сенің байлығың осы ма?» дейді. Мен бұл оқиғаны естігенде ең бірінші кезде қатты жылап жүргем. Сол кезде Алла Тағала айтады: «Енді қайтейін, адамдардың ниеті осы болса». Получается, ана жерде мал емес, біздің ниетіміздің көрінісі. Анандай былай да, ең тәуірін емес қой. Нашар берсем болды ғой, аты шықса болды ғой. Болмаса 100 мыңдық нені 80 мың қосып пайда көру мақсатында. Бұл жерде пайда көру көп болады. Осы кезде өзінің пайдасын ойлап тұр да. Енді ниет бар ғой бізде. Ал ол жердегі көрініс, бұл адамның көрінісі, ол жердегі көріністер. Сонда бұл не деген, бұл сенің байлығың ба дегенде, жоқ, бұл маған мал керек емес қой. Бұл жерде мен адамдардың ниеті деген. Ниеттің образы. Сондықтан жаңағы, пайда көргің келсе көп емес, бір 10 мың көр, 20 мың көр, бірақ 80 мың емес. Ана шалатын кісін де ойла. Кеше күні 200-ге дейін көтеріліп кеткен тоқтылар, 200-ге дейін көтеріліп кеткен сондай да жағдайлар болып, көп адамдар малдың бағасы көтеріліп кеткеннен шала алмайтынын біліп, кері қайтып, шалам ғой деген ниет деген ақшасын онда мен продуктылай алып тарата салайын деген сондай күйге кешкенде, бұл жерде де жаңағы адамның ниеті бұзылғандығын айтып, ниет өсіп кетті. Баға енді әр құрбан айтта енді қойдың бағасы әр түрлі. Жылдан жылға өседі деп айтады. Өсіп жатыр, өскенде де қатты өсіп жатыр. Бұл жерде сол біреулер құрбандық шалам деп ниеттенсе, екіншілер дәл осы моментте біз қаржыда ақша тауып қалайық деп ниетті түзеу керек. Аллах Тағала айтады, міне былай дейді: саған не барады дегенде, маған тек ықыласы, жүрегінен шыққан ниеті келеді болды. Мысалы, дәл тіпті мына подкасттың өзінде де бір адам болмаса, бір адамның санасының ашылуына себепші болсам екен деген ниет сол келеді. Алдағы 20 маусымда ақылы түрде, көп те емес, бірақ әркім шамасы келеді, ақылы түрде марафонымыз өтеді. Сол марафонға офлайн өтеді, онлайн
да қарастырып жатырмыз, өйткені сыртқы нүкістен, Қарақалпақстаннан, жаңағы көрші мемлекеттерден тмд бізде қатыссақ бола ма, онлайн бола ма деп жатқан сұраныстар бар. Сол үшін сол кісілер үшін де біз қарастырып көреміз онлайн форматта. Бұл жерде жаңағы ақшаға байланысты, ата текке байланысты, ақшамен ата тек екеуі байланысты, өйткені сол жақтан бағдарлама келіп тұр, бізді ақшаға жеткізбей тұрған, бізді ақша табуымызға кедергі болып тұрған. Табамыз. Әркім өзін табады, әркім өзін іздеп табады. Менеджер қыздардың номерін қалдырамыз, сол кісілер жауап береді. Қазір келіп жатқандар бар ма? Жарнамаңызды жібердіңіз? Жарнаманы жібердік, сұрап жатқандар бар, қай жерден қалай деп сұрап жатқандар бар. Рекламаны осы 2-3 күнде енді жіберіп жатырмыз. Сұрап жатқандар бар. Қатысқысы келетіндер нақты не ала алады барған адамдар? Бұл жерде ең бастысы жаңағы көбісінің енді мәселесі ақшаға байланысты ғой. Ал қазір мына рухтар, өзінің рухтар әлемінде тәлімгерлер, періштелері әдейі қатты сынақ қалып жатыр, төменге түсіріп жатыр. Үш бұрышты болса, ол жоғары қарап тұрған жоқ, төменге түсіп жатыр. Төменге түсіп жатыр, төменге қатты сынап жатыр. Ақшалайда, денсаулықпен де, қарым-қатынаспен де. Неге? Анау прогресс, яғни өсу болу үшін бірінші мына жақ, яғни тығырыққа тіреп барып шығарады да. Мынандай емес. Қазір кім жағдай болмай қиналып жатса, қай саладан болмасын, ақшадан болсын, жұмыстан болсын, біліңіз, онда қуана беріңіз. Сізде процесс жүріп жатыр. Жаңағы өсу процесі жүріп жатыр. Өсейін деп жатыр. Ол мысалы жақында 85 миллионға қарызы бар кісі келді. Ол кісі мысалы 85 миллион қарызы болмаса, іздемес еді ғой. 85 миллион қарызы болғаннан кейін, мен осы қарыздануым, бұл қарыздың артында не тұр, мен нені білуім керек деп келді ғой. Сөйтіп, ол тек қана қарыз туралы білгісі келген жоқ, ол жанама түрінде жанындағы родовая карманың жаңағы ақшаны өкпелетіп алған бағдарламалары, образдармен жұмыс жасау, ақшаға деген қарым-қатынаспен жұмыс жасау, кіріс-шығыстың болмау элементтарын, осыны білгеннен кейін барып, мен бір точкаға қадалып алыппын ғой, жаңағы еңбек ете беріппін ғой, азынан кешке дейін. Құтылу керек. Оказывается, менің жанымда мыналар бар екен ғой. Мен мыналарды көрмеппін ғой, программалар, бағдарламалар деп. Ол жанап жаңағы не секілді, змейный не болады ғой, сол секілді өтеді. Мына байқайсыздар ма, сондай суреттер көріп қаласыздар ма? Омыртқадан бірақта жылан белгісі тұрады ғой, сондай бір суреттер болады, кей кезде көріп қалады әлеуметтік желілерде. Ол не деген сөз? 7 чакрамыздан біз родовая карма, ата тек, психологиялық, тарихи, өзіміздің өскен наным сенім установкалар барлығын тазалағанда чакра ашылады. Чакра сода ашылады. Чакра дегеніміз нейрондардың бітескен жері, сол жерге шоғырланған жер. Мысалы, мына жерде щитовидкада бар, жүрек тұсында бар, кіндіктің жоғарында бар, кіндіктің астында және ең астында бар. Сосын жоғары жағы, бізде еңбек дейді ғой, кішкентай баланың еңбегі дейді. Сосын үшінші көз. Бұлар бітелген кезде арықтан су ағатын секілді ғой. Пакет, мусор бітеліп қалғанда ақпайды ғой су. Тура солай. Біз жаңағы ашу, ыза, негативті алып тастағанда су еркін ағатын секілді, энергия да солай еркін ағады. Демек, сіздің терапияңызға бару арқылы эмоцияларды жаңағы проживать етпек деп айта берейікші. Сол сезілмей шықпай қалған эмоциялар шығу арқылы чакралар ашылады. Оята аласыз ба? Ояту үшін қанша уақыт кетеді? Ондай адамдар болды ма, сіз оята алған адамдар? Мен енді айтамын ғой, мысалы, мен сол жерде ашып пакет мусор деп айтайық, жаңа түсінікті тілмен айтқанда, мусордың бәрін тазалағаннан кейін, сол мусорды қайтадан мусорлап алмау, қайтадан тастамау сол жерге. Сондай ситуация болған, жаңа сабақ түседі. Сабақ дегенде былай, ал енді алдың ғой сен, алып тастадың ғой мусорды. Ал енді саған тура сол бұрынғыдай триггерить ететін оқиғалар келіп тұр. Сен өтіп кетесің ба? Қабылдайсың ба? Мойындайсың ба? Келісесің ба? Әлде қайтадан жинайсың ба сол мусорды? Осы жерде жауапкершілік адамда тұрады. Біз мусорын тазалап береміз. Жолдарын тазалап, жолын көрсетіп береміз. Бірақ менен кейін, терапиядан кейін өмірге кірмей ме? Қайтадан баласы ашуланғанда триггерить еткен баласына қайтадан не бере ме? Реакция бере ме, бермей ме? Энергия проверка. Ой, дұрыс айттыңыз. Содан өтіп кету керек.
бір рет бұрын триггер еткені бағанағыдай екі әпкелі сіңлі секілді ғой. Бұрынғыдай көзқараспен қарамайтын болдым, бұрынғыдай мен жаңағы ашуланбайтын болдым. Сөйлей бет, мен почему-то оны аяп тұрмын. Ал бұрын болса мен ашуланып тістеніп алатын едім. Ал жаңа терапияны өткеннен кейін іштей біліп тұрмын дейді да, мен оны жаңа жанашырлық сезім оянып тұр. Міне осы. Яғни ол өзін проверять етіп тұр да, өзін тексеріп тұр. Мен қандай реакция беріп тұрмын. Уже өзіне, ішкі дүниесіне үңіле бастады, ойына контроль жасай бастады дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Адам құлазып, неше түрлі сансаққа милары шашырап, не істерін білмей, жан жаққа адасып та жүрген адамдар бар. Не істеймін, қайдан бастаймын, кімнен бастаймын деп. Сол кісілерге айтқым келеді. Сіз міне мынандай, онсыз да мынандай бола аласыз. Әдемі, сүйкімді, бірақ осындай болу үшін де мынандай бір дүние бар. Бірде осындай әдемі кружка деп айта берейінші, маған ыңғайлы болып тұр. Бір әдем сөреден ең жоғарғы ыдыстар тұратын сөресінде тұрған екен. Осылай. Соны дүкенге 2 жұп кірген екен. Көзі жаңа кружкаға түседі деп, мынаны аламыз дейді. Мына кружка әдемісін, қандай әдемі, осы кружканы алайықшы деп, осы кружканы алып жаңағы кассаға келе жатыр дейді. Сонда мына кружкаға тіл бітіпті. Сонда кружка айтқан екен: сендер мені әдемі болғаннан кейін алып жатырсыңдар ғой. Сендер білесіңдер ме, мен қандай күйде болдым? Мен адамның аяғының астында ешкімге керексіз, бәрі таптап тастайтын батпақ, сасық күйде жаттым. Бірақ маған сол жер комфортно еді, комфортный зона адамдағы. Маған енді комфортно еді. Бір күні бір ұстаз келіп, бір уысын алып, мені алып бара жатыр. Таста мені, жібер мені деп айғайладым. Бірақ маған қарап тұрып, қазір емес деп айтты дейді. Алды да келіп бір склад па, білмеймін, бір жерге кіріп, өзінің ұстаздық жаңағы ұсталық жасайтын ортаға келіп, мені кеп шымшылады, ұрғылады, жаңағы мыжыды, неше түрлі істеді. Мен жаным шырылдап, айқайлап, өліп қала жаздадым. Өлген жерім осы шығар дедім. Қатты айғайладым: бұның не сенің, жібер мені, босат деп айғайладым. Бірақ маған қарап тұрып, әзір емес деп айтты дейді. Одан қалса келіп мені бір айналдыратын аппаратқа салып қойып, ал келіп айналдырды дейсің, жүрегімнің айнағаны соншалық, құсам ба деп ойладым. Жібер, босат, не істегенің сен мені, қандай ойың бар сен менде деп айттым дейді. Мен бұрынғы орныма апар қайтадан, маған бұл жер ұнамайды деп айғайладым дейді. Қарап тұрып, әзір емес деп айтты дейді. Жаңағы әйтеуір бір формаға ендім дейді. Өзімде түсінбеймін дейді. Сол форма күйінде мені бір пешке салды дейді. Масқара сұмдығын-ай, мына жердің ыстығын-ай дейді. Адам төзгісіз, мен шыдай алмаймын, мен төзе алмаймын, не деген сұмдық, қалай бұған төзуге болады деп қатты жанұшыра айғайладым дейді. Бірақ пештің әйнегінен қарап тұрып, ұстазым әзір емес деп айтты дейді. Пештен шығарып, мені қайтадан жаңағы айналдырып мен басқа формаға айналдырды дейді. Енді болған шығар енді деп ойладым дейді. Осы шығар пигі, енді болған шығар деп ойладым дейді. Жіберші енді айналайын деп ұрыстым дейді. Жыным келді, жек көрдім дейді. Ұстазымды қатты ашуландым дейді. Мен саған сенбеймін, сен оңбағансың деп сөз тигіздім, тіл тигіздім дейді. Күпірлік жасадым оған дейді. Бірақ әзір емес деп айтты дейді. Алды да пешке салып еді, кнопкасын басып қалды да, есе мені күйдірді дейді. Бұл енді өлген жерім осы шығар деп ойладым дейді. Сұмдығын-ай, мына ыстыққа ешкім төзе алмайды менен басқа. Құдайым, жаңағы ұстазым неге маған осындай беріп қойды? Не жаздым мен, не істеп қойдым мен? Неге бұншалықты мен төзуім керек деп қатты жанұшыра айғайладым дейді. Айғайлағаным соншалықты, сен мені жақсы көрмейсің ба? Сонда сен мені ұнатпайсың ба? Сонда сен мені сүймейсің ба? Деп, сен осылай мені қинаған келіп тұрма? Саған рахат па мен осылай қинаған? Деп айғайладым дейді. Қарап тұрып, әзір емес деп айтты дейді. Пешті ашты әйтеуір дейді. Болған шығар деп едім. Бір кезде мені бір әдемі формаға еніппін, алды да сөреге қойды дейді. Болды ау дегенде бір сасық красканы әкеліп кеп бояды келсін маған. Мынауға төзу тіпті мүмкін емес. Иісі желкенішті, маған дискомфорт, шыдамай, маған ұнамайды мына жер деп тағы да оған претензия айта бастадым дейді. Баға бере бастадым дейді. Қарап тұрып, қазір емес деп айтты дейді.
сөйтіп мені суысын кепсін деп сөренің жоғарғы жағына қойды дейді. Содан ертесіне маған айнаны әкелді дейді. Айнаға қарасам өзімді танымай қалдым дейді. Әдемі, сұп-сұлу, көрікті, пайдалануға болады. Менің ішіме су құйып ішуге болады. Менің ішіме кофе ішесің бе, шай ішесің бе, сондай пайдалы затқа айналдым. Қандай әдемісін-ай, бірақ ұялдым дейді. Әттең алдында кінәлап едім ғой, мені жақсы көрмейсің ба, жек көресің ба сонда деп айтқан сөздерім үшін ұялдым дейді. Тура осы оқиғадағыдай сіздерге де айтқым келеді. Сіздегі қазіргі бар қиындықтар Құдай сізді жоғарғы сөреге жай ғана қою үшін ғана болып жатқан дүние. Тамаша мысал екен. Жанға ой, жүрекке сәуле сыйлағаны үшін көп рахмет. Деніңіз сау болсын, аман болыңыз, подкаст көбейе берсін. Ал құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Егер ұнаған болса, бір-біріңізге жіберіп, қолдап қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Амандық болсын.